Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай вупи-пай тортын пісіретін боламыз. Видео ұнаса міндетті түрде лайк басып, пікір қалдыруды және каналға жазылуды ұмытпаймыз. Ең алдымен Қазақстан шоколадымен сары майды микроволновкада немесе водяной баняда ертіп аламыз. Одан соң 4 жұмыртқа мен қантты қосып миксерлейміз. Енді жаңағы еріген шоколадымызды осы сұйықтықтың үстіне құйып, тағы да миксерлейміз. Енді құрғақ қоспаларды саламыз, яғни ұн, какао және қопсытқыш. Тағы да барлығын салып миксерлеп аламыз. Осымен біздің сұйықтығымыз пісуге дайын десек болады. Енді алдын ала дайындалған пергамент қағаздарына сұйықтықты салып, 180 градуста 10-15 минут пісіріп аламыз. Корждарымыз піскенге дейін енді біз торттың кремін дайындай береміз. Бізге ең алдымен сливки қажет болады. 300 грамм сливкиді алдымен миксерлейміз. Одан соң осы сливкидің үстіне 300 грамм сахарная пудраны салып, тағы да миксерлейміз. Енді 400 грамм творожный немесе сливочный сырды салып, тағы да араластырамыз. Одан соң 400 грамм маскарпонені салып, тағы да миксерлейміз. Ұзақ миксерлеуге болмайды, себебі бізде крем іріп кетуі мүмкін. Сондықтан да барлығы біркелкі масса болған кезде миксерлеуді бірден тоқтатамыз. Вупи-пай тортының шариктары әдемі шығу үшін бізге осындай насадка керек болады. Арнайы вупи-пай тортына арналған насадка. Осы насадка арқылы біз шариктерді шығаратын боламыз. Және де кондитерлік қапшық керек болады. Менде кондитерлік қапшық бітіп қалғандықтан мен оны пакетпен осылай жасадым.
Осымен біздің вупипай торты дайын. Бетін қалауыңыз бойынша сәнде берсеңіз болады. Және де дайын болған соң 5-6 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Видео ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, пікір қалдыруды және менің каналыма жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Барлықтарыңызға ас болсын.